Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. 30 градусқа дейін аяз келеді. 26 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы. Алматы мен Шымкентте қар жауады деп болжануда. Ел аумағында минус 30 градусқа дейін аяз болады. Қазгидромет 26 желтоқсанға ауа райы болжамын жариялады. Астанада бұлтты, қар, желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд, минус 15 градус, одан әрі төмендеуіменен. Алматыда көшпелі бұлт, жаңбыр аралас қар және де 3-8 метр секунд жылдамдықта, түнде температура 2-4, күндізі +3, +5 градус. Шымкентте көшпелі бұлт, қар аралас жаңбыр, желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі +1, +3 градус жылы болады. Ақтауда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд, ауа температурасы түнде -4, -6 градус, күндізі 0, -2 градус. Ақтөбеде бұлтты, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 3-8 метр секунд, ауа температурасы түнде -23, -25, күндізі -14, -16 градус. Атырауда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, түнде жел 5-10 метр секунд, түнде ауа температурасы -11, -13, күндізі -5, -3 градус. Жезқазғанда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 8-13 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі -13, -15 градус. Қарағандыда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі -10, -12 градус, одан әрі төмендеуіменен. Көкшетауда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі -22, -24 градус, одан әрі төмендеуіменен. Қонаевта көшпелі бұлт, жаңбыр аралас қар жауады, желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд, түнде және де ауа температурасы -2, -4 градус, күндізі +3, +5 градус. Қостанайда бұлтты, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд, түнде ауа температурасы -29, -31 градус, күндізі -18, -20 градус. Қызылордада көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 3-8 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі -6, -8 градус. Оралда көшпелі бұлт, қар, жел 15-20 метр секунд, ауа температурасы түнде -12, -14, күндізі -6, -8. Өскеменде көшпелі бұлт, жаңбыр аралас қар, желдің жылдамдығы 23 метр секунд, түнде ауа температурасы -5, -7, күндізі -1, +1 градус. Павлодарда көшпелі бұлт, қар, желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі -10, -12 градус, әрі төмендеуіменен. Петропавлда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 9-14 метр секунд, ауа температурасы түнде -28, -30 градус, -20, -22 градус. Семейде бұлтты, қар, жел 15-18 метр секунд, -5, -7 градус, күндізі -2, -4 градус. Талдықорғанда көшпелі бұлт, жаңбыр аралас қар, желдің жылдамдығы 3-8 метр секунд, түнде температура -7, -9, күндізі +2, +4. Таразда көшпелі бұлт, жаңбыр аралас қар, желдің жылдамдығы 23-28 метр секунд. Температура түнде және де күндізі +1, +3. Түркістанда көшпелі бұлт, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 15-20 метр секунд, ауа температурасы түнде және де күндізі 0, +2 градус. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып, лайк түймесін басыңыз.